Мемлекеттік тілде сөйлей алмайтын депутаттарды білеміз. Сөйлесе де жаңылатындарды да көрдік. Ал Түркістан облысының депутаттары болса шешен сөйлеуден сайысып жүр. Тіпті дәстүрден жаңылмайды. Бұған арнамызда өткен дәстүрден тағылым сайысында әріптесім Балым Әлішердің көзі жетіп қайтқан еді. Өз байындап берсін. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Әйелдің бірісі артық. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Тамаша. Дәстүрден тағылым атты сайысқа Түркістан облыстық мәслихатының 24 депутаты қатысты. Бәйге талабы бойынша халық қалаулылары 100-ден біреу шешен, 1000-нан біреу көсем кезеңі бойынша шешен сөзді тауып айтып мақалдың мәйегін келтіру керек болды. Ал мұнан соңғы кезеңде көне заттың атауын тапты. Биылғы жылы жаңадан сайланған депутаттар оқыватыр бізде. Соларды толығымен осы сайысқа қатыстырып жатырмыз. Осы жолы екінші бөлім. Барлығы 50-ден асқан, 50-дің шамасында депутаттар, барлық Түркістан облысының депутаттары, облыстық және аудандық. Екі кезеңде де оза шыққан Сауран ауданынан сайланған Түркістан облысының мәслихат депутаты Баймахан Сүлейменов болды. Ол өзінің сайысқа асқан дайындықпен келгенін айтады. Тіпті 40 жыл тәжірибесі бар ұстаздың өзі 45 минуттық сабаққа бір күн дайындалады деп әбден әзірленгенін байқатты. Ауылында қария болса, ерттеулі атпен теңдемекші қариямыздан айтылатын әңгімені осындай күнделікті естіп өскен азаматтар ел алдында халықтың қалаулысы болуына толық мүмкіндік бар. Енді осы сайысты ұйымдастырған біздің мына президент жанындағы академияға үлкен рахметті айтқымыз келеді. Өйткені жергілікті жерлерден Түркістан облысының төңірегінен Түркістан қаласы, Сарыағаш ауданы, Келес ауданы, Кентау қаласы және облыстық мәслихаттың депутаттарын жинап қазіргі таңда осындай сайыстарды өткізіп жатыр. Мамандар депутаттардың арнайы сабақтан өтіп жатқанын айтады. Сондықтан ондағы бір кезең нақ осылай ел алдына шығып сөз сөйлеу, әрі шешендікке бейімделіп, ұлттық дәстүрімізді дәріптеу дейді. Балым Әлішер, Медет Пірәлі, Түркістан 24.